Баршаңызға сәлем. Бүгін тез дайындалатын шоколадный панкейки жасаймыз. Ең алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламын. Ағын жақсылап көпіртетін боламын, яғни панкейки воздушный болып шығу үшін. Ағын көпіртеміз. Дайындап қойған қантымыздың жартысын ағына, жартысын сарысына қосып көпіртемін. Өз қалпын жақсы ұстайтындай қылып көпіртеміз. Енді сары бөлігін көпіртеміз. Ақшыл түске енгенде майымызды құямыз және сүтімізді құйып аламыз. Енді дайындап қойған ұнымызға қопсытқыш қосып, немесе сода қоссаңыздар да болады. Оны да жақсылап миксерлеп аламыз. Барлығын біркелкі масса болғанша араластырып, енді екеуін біріктіреміз. Енді орташа отта табамызды қыздырып, астына май жағамыз. Дәл осылай құйып шығамыз. Өзіміз қалаған формада. Енді мен варенка қосатын боламын ішіне. Шоколадтың үстін жабу үшін тағы бір рет қойып шығамын. Енді бетін жауып, біраз уақытқа қоямыз. Мінекей асты қызарды. Енді дәл осылай аударып шығамыз. Мінекей барлығы дайын болды. Дәл осылай барлығын пісіріп аламыз. Егер де менің каналымдағы видеолар ұнаған болса, подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыз. Мінекей өте әдемі шықты және дәмі тіл үйіреді. Ас болсын.